Серіктестік пен бәсекелестік бас сүйектің ішіндегі түрме және қауіп төндірген көршілер. Сәлем, YouTube'да қарапайым экономика. Өзіңіз де түсінген боларсыз, біз бұл видеода Қытай Халық Республикасымен экономикалық байланысымыз жайлы айтамыз. Аңыз әфсаналарға сүйенген әңгіме емес, шынайы экономикалық ақпарат. Италияның атақты классик жазушысы Вольтер бірде былай деген екен: мен сіздің пікіріңізбен келіспеуім мүмкін, бірақ мен сіздің өз ойыңызды айту хақыңыз үшін жанымды беруге дайынмын. Вольтердің бұл цитатасын неге айттық? Себебі сіздің пікіріңіз де біз үшін аса маңызды. Осы видеоны соңына дейін көріп болған соң, ой қорытып, комментарийге өз пікіріңізді жазып қалдырарсыз деген үмітпен. Қытай Халық Республикасымен сауда-экономикалық байланысымыз жүздеген, тіпті мыңдаған жылдарға созылған. Бірақ соның өзінде біз бұл ел туралы білетініміз өте аз, ал білмейтініміз тым көп. Тіпті елімізде кейбір азаматтар ата-бабамызды қаһарман етіп көрсете отырып, Қытайлар ұлы Қытай қорғанын ғұндардан, яғни біздің ата-бабамыздан қорғану үшін салған дейді, және осы аңызға шынымен де сенеді. Ал бұл қаншалықты шындық? Әрине жоқ. Қытай императорлары ұлы Қытай қорғанын сыртқы жаулардан қорғану үшін емес, өзінің мемлекетін жабық лагерге айналдыру үшін салды. Дәлел, бұл қорғанның ішкі жағынан да садақшыларға арналған орындар бар. Қытай билеушілері ең алғашқы болып пропаганданың үлкен жемісін көрді. Солайша Қытайда адамдардың бас сүйегінің ішінде түрме пайда болды. Қытай жер бетіндегі, жер әлеміндегі бөлек әлемге айналды. Жер бетіндегі ең алғашқы және ең үлкен халықтық түрмеге айналған ел. Мемлекеттік мүдденің пропагандасы адамдардың санасымен қоса тіпті сүйегіне дейін сіңіп кеткен ел. Ал бұл елменен біздің қазіргі экономикалық байланысымыз қандай болуға тиісті? Біз бұл видеода осы сұрақты талқылаймыз. Қарапайым экономика арнасына тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, видеоға лайк басуды және достарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Ал біз бастаймыз. 90-шы жылдардың орта шебінде елімізге ірі экономикалық серіктес табу керек болды. Анығында табу емес, таңдау. Сол кездегі мемлекеттің басшылары Қытайды емес, Ресейді таңдады. Ол кезде еліміздің Европаға мұнай сатуы жолында жүзеге асыру үшін Ресей біз үшін аса маңызды болған. Алайда осы таңдау еліміздегі өнеркәсіп саласын өлтірді. Кейінгі жылдарда Қазақстанда жаңадан ашылып жатқан зауыттар бірінен соң бірі жабылып жатты. Балқаш цинк зауыты, Ютекс мақта өңдеу зауыты, Биохим зауыты, Кремний зауыты, Тұлпар автомобиль зауыты. Бұл зауыттар солтүстіктегі көрші орыстардың ықпалды экономикалық әрі саяси қысымменен өз жұмысын тоқтатқан. Біздің ел Ресейді экономикалық серіктес санады, тіпті одақ құрып, одақтас та болдық. Ал енді ойланып көрейік. Қазақстан әлемдік нарыққа не береді? Мұнай. Мұнайды Ресейде саудалайды. Бидайды Ресейде әлемдік нарыққа экспорттайды. Көмір шахталары Ресейде де бар. Уран. Бізден кейін уранды Ресейде де өндіреді және тым жақсы өңдейді. Ауыл шаруашылығы саласында да біз әлемдік нарыққа шыққымыз келеді, ет пен сүт сатқымыз келеді. Ал мұндай мақсат орыстарда да бар. Біз Ресеймен әлемдік нарықта серіктес емес, бәсекелес ел едік. Осылайша 30 жылда Ресеймен одақтас болу арқылы бәсекелестіктен толықтай айырылдық десек те болады. Осы жылдар кезеңінде Қытайлар елімізге кіруді, осы нарықта лайықты экономикалық орнын табуды қалады. Алайда мұнай-газ саласынан өзгесінде айтарлықтай жетістікке жетті деп те айта алмаймыз. Өзіңіз де байқаған боларсыз, соңғы жылдары елімізде қытайлық автомобильдердің саны көбейген. Қалай ойлайсыз, бұрын бұл автоөндірушілер қайда болды? Неге Қазақстанға келмеді? Жоқ, келді, алғашқы қадамдарында жасаған. 2000-ші жылдардың басында қытайлық автоөндірушілер Қазақстанға үлкен жорық жасады. Алайда бұл жорықты басып, оны жаншыған ресейлік АвтоВАЗ компаниясы болды. АвтоВАЗ қытайлық өндірушілерге үлкен кедергілер жасады. Әрине, бұл кедергілерді орыстар Еуразиялық одақтың талаптары арқылы жүзеге асырды. Елімізге белгілі танымал автожурналист Олжас Оқас бірде былай деген болатын: Еуразиялық одаққа қытайлық автоөндірушілердің жасаған екінші жорығы сәтті болады деп. Мемлекеттік арналарда
Қытай мен Ресей арасындағы сауда-экономикалық байланысында Қазақстан көпір рөлін атқарады деген болатын. Алайда шын мәнісінде олай болған жоқ. Қытайдан келген тауардың сыртында Владивосток деген жазу тұратын. Қаптамасында Ресейдің Владивосток порты көрсетілетін, яғни іргемізде тұрған Қытайдан тауарды біз Ресейдің Владивосток порты арқылы орыстардың делдалдылығымен сатып алып отырдық. Осыдан-ақ Ресейдің еліміздің экономикасына қаншалықты күшті ықпалы болғанын біле берсеңіз болады. Алайда соңғы Ресейдің Украинаға басқыншылық соғысынан кейін жағдай біршама өзгере бастады. Енді еліміз Ресейге емес экономикалық тұрғыдан Қытайға көбірек арқа сүйеуге көшті. Алайда осы тұста ел азаматтары тарапынан қарсылық анық сезілді. Бұның бірінші себебі Қытайдағы қазақтардың, қандастардың қиын ахуалы және ең сорақысы ел билігінің бұған көз жұма қарауы. Анығында бұрын Қытайда мұндай проблема болмаған еді. Шындыққа тура қарап көрейік. Ресейде қанша қазақ бар болса да, бірде-бір қазақ мектебі жоқ, ал Қытайда бар. Өзбекстанда қанша қазақ болса да, саны Қытайдағы қазақтардың санынан әлдеқайда көп болса да, Өзбекстан қазақтары қазақ тілінде қазақша кино түсіріпті дегенді естіп көріп пе едіңіз? Мен әзірге көргенім жоқ. Алайда Қытай қазақтарының шығарған киносын елжірей тамсана көріп жүрдік қой. Бұл шындық болды. Алайда 2015 жылдан бері Қытайдағы қазақтардың қысым көріп келе жатқаны да шындық. Кез келген ұлт өз елінде, өз ана тілінде сөйлеткісі келеді. Мысалға, Моңғолия қазақтары Баян-Өлгейдегі қазақ тілінің ахуалы күннен күнге нашарлап бара жатқанын айтады. Өзбекстан қазақтары да мұндай жайтты қазір бастан өткеруде. Алайда Қытай қазақтары бұны тым қатты сезінуде және Қытайдың осы мақсаттағы саясаты тым қатыгез жүргізуде. Бұны Қытайдан көшіп келген қандастарымыз көзіне жас ала отырып суреттеп айтып берді. Екінші проблема Қытай менен виза мәселесі. Қазақстанда Қытайлардың саны көбейеді, қара Қытай қаптайды деген пікір. Енді осы пікірді ешқандай эмоциясыз, парасатты түрде, экономикалық түрде талдап көрейік. Қытайларды үш ірі топқа бөліп қарастыруға болады. Олар экономикалық тұрғыдан байлар, орта тап және кедейлер. Бірінші топ байлар. Олар Қазақстанға келмейді, келгісі де келмейді. Шыны керек, өз елімізде байыған қалталы азаматтардың өзі тұрақты қоныстануға Қазақстаннан көшіп, шет елдерге көшіп кетуге дайын және біршамасы елімізде тұрақтап қалып жатқан жоқ. Шет елдерде тұрады, сол жақтарда өмір сүреді. Алайда бизнесі Қазақстанда. Неге? Айтқанда ауыр естіледі, бірақ бұл шындық, айтуға мәжбүрміз. Қазақстан бай болып өмір сүруге аса қолайлы мемлекет емес. Бұны Қытайдың қалталы бай-бағландары жақсы біледі. Олар тұрақты қоныстануға Канаданы, Америка құрама штаттары немесе Еуропа елдерін таңдауы мүмкін, бірақ Қазақстанды емес. Екінші топ орта тап. Экономикалық орта таптағы Қытай азаматтары Қазақстанға келуі бек мүмкін. Олардың табысы бұл шығындарды әрине көтереді. Қазақстанда бизнес ашуға немесе қытайлық компаниялардың Қазақстандағы өкілі болып қызмет атқаруына тіпті де болады. Алайда Қазақстанда тұрақтап қалып осы жерде өсіп өнемін деп жатқан Қытай азаматтарын, орта таптағы Қытай азаматтарын табу әсте қиын. Себебі Қазақстандағы климат, біздегі тіл, дін және мәдениет оларға аса қиынға соғады. Үшінші топ экономикалық тұрғыда кедейлер. Қытайда да жұмыссыздық бар. Алайда Қытайда жұмыссыз жүргендердің бәрі Қазақстанға келіп, тер төгіп, жұмыс істеп, қара жұмыста ақша тауып, Қазақстанда тұрақтап қалады деп ойлау әрине күлкілі естіледі. Бұны еуропалықтардың Африкаға барып жұмыс істеп ақша табуымен салыстырсақ болады. Бұл экономикалық мүдде принциптеріне, ережелеріне қайшы келеді. Алайда видеомыздың басында Қытайлар сан ғасырлар бойы ұлттық пропаганданың бойына сіңірген, халқының бас сүйегінің ішінде түрме пайда болған ел деп едік қой. Қытай әлемдегі бөлек бір әлем деп едік. Бұл әлемнен қауіптенуге әрине негізде бар. Сонымен қоса Ресей экономикасы сансыз санкциялардан тұншығып жатқанын пайдаланып,
өз еліміздің экономикасын әртараптандыру да аса маңызды. Жер бетіндегі ең үлкен қорлықтың не екенін білесіз бе? Жоқ, бұл кедейлік емес. Жер бетіндегі ең үлкен қорлық бұл тәуелділік. Бір адамға немесе бір елге тәуелді болу. Ресейдің экономикалық ықпалынан енді босадық па деген кезімізде Қытайдың қас-қабағына бағынышты болып қалмасақ болар еді. Еліміздегі кейбір азаматтар қазақ баласының орысша сөйлеп, орыс болып кетуі оңай, алайда қытайша сөйлеп, қытай болып кетуі қиын деп ой тастап жатады. Алайда экономикалымыздың тәуелділігі жайлы сөз қозғамайды, білмейді, түсінбейді, немесе түсінгісі де келмейді. Орыстар Путиннің оның еш моральсыз қатыгез соғысынан қашқан кезде елімізге келгенде біздің еліміздің экономикасына қалай әсер еткенін білесіз бе? Біз осы тақырыпта үлкен талқы видео шығарған болатынбыз. Міндетті түрде өтіп қарап шықсаңыз болады. Дәл қазір экраныңызға шығып та тұрған болар. Басып, қарап өтіп шығыңыз. Сіздермен бірге болған Қарапайым экономика арнасы. Біз қоштаспаймыз. Келесі видеода жүздескенше аман сау болыңыз дейміз.